түсімде мысық көре бердім. Бұл сиқырдың белгісі. Бақытты болсын дейді. Ай, машалла, енді дұрыс болды. Енді дұрыс болды. Енді жөн болды. Алла Тағала алты жаста ер баланы сүндетке отырғыза пса бола ма? 5 жас, 7 жас жатады, жоқ болады. Ерландай болады, отырғыза бер жан. Шаян көре берем түсімде, бұл да сол. Үздіксіз шаян көру, үздіксіз жылан көру, құздан құлап бара жатқанын көру, тырмысып бір жерге құлайын деп жатқанын көру, үрейде жүру, жол таба алмай жүру, лабиринт сияқты. Аптасына кем деген 3-4 рет осы нәрсені көру, бұл сиқырдың белгісі. Что ответить, если обращается человек, когда у него все плохо, и он хочет обратиться к Аллаху, отправлять к имаму, который прочитает Коран, или взять его с собой на коллективный намаз? На коллективный намаз. Вы знаете, этот человек пока не знает, что такое намаз, и вы его приводите к коллективному намазу, но он с вами выстоит, сделает омовение, да, хорошо. Но для намаза что нужно? Первое нужно иман, понимаешь? Вера. Чтобы правильно, вера есть вот самый главный фундамент. Все должно основываться на имане, на вере. Поэтому в исламе 5 фардов, 5 столбов. Из них первый столб является иман. Иман должен быть четким, крепким, истинным, правильным. Если оно, даже поимание имана, если оно неправильно, то в конце концов человек бросит намаз. Я знаю таких людей, которые десятилетиями читали намаз и потом в конце бросили. Почему? Да потому что изначальный фундамент имана был заложен неправильно. Понимаешь? Поэтому от того, что вот во время Рамадана многие приводят людей на намаз. Там час-полтора выстаивают в таравихе. После этого человек бросает и также уразу, также этот таравих, говорит, да, и ничего не приходит. Встает, падает, встает, падает. Вот мы часто это слышим. Почему? Потому что изначальный фард для него объяснен неправильно. То есть даже не объясняли. Поэтому, конечно, к имаму, который не тот имам, который будет его читать, колдовать, там что-то прочитать, какое-то заклинание. Этого имама самого надо читать. Нет. Надо человеку объяснить столпы имана, столпы веры, в чем его заключается проблема, почему у него настигла такая беда, как он понимает жизнь. Для этого надо выслушать человека. Не сразу говорить, надо выслушивать человека. За 30-летиями мы только говорили. Мы не выслушивали наш народ. Мы не выслушивали, мы говорили, так должно быть, так должно быть. Нет, мы людей призывали не к добру, мы наоборот людей отталкивали, понимаешь? Вот здесь наша была проблема. Надо было выслушивать народ. Для каждого человека нужен отдельный подход. Как делал наш пророк Мухаммад, Аллах привезет. Он ходил ногами, сам ходил и отправлял сподвижника. Почему? У всех пророков работа была одна. Призывать к добру, а потом только отстранять от зла. Потом за дело взялись кирам и сахабы, а теперь настала очередь. Ты знаешь, брат, чья? Пророков не будет, ангелы не придут. А многие люди блуждают, к Всевышнему не идут. Уроки пророков нам надо проводить. Наградой будет джаннат, Коран нам говорит. О, ахмақ өтін. Сәлеметсіз бе, балам 6 жаста дейді. Сөйлемейді, эпилепсиясы бар. Апармаған жеріміз жоқ. Намазға тұрдым. Қандай қосымша дұға оқысам болады? Намаз оқыңыз. Намазға тұрдыңыз, тахаджуд намазды оқыңыз. Қарызға ақша берген едім, бірақ дым әрекет жасамай жүр. Менен қашып, уайымдап жүрмін. Полицияға беріңіз.
Қызым босанып отыр дейді, қырқынан шыққан жоқ дейді, қызым айтады, үйде біреу жүрген сияқты, қара зат қасымда жүрген сияқты дейді. Иә, босанған әйелге, оған оның балаларына сыбиян деген жындардың әсерлігі белгілі. Сол үшін босанған қызды шариғат талабында, қазақ салтында да бөлек қалдырмайды. Қасында жалғыз өзін қалдырмайды. Бөлек шығарса да қасында адамдар болып көмектесіп, жүргектесіп, анау шілдетерін шығарып деген сияқты өз әке-шешесіне беріп, әйтеуір барып, сөйтіп қарайласып жатады. Сонда бұл жақсы болады. Баланың аяқ балуына да дұрыс болады. Неге армандаған жұмысқа тұруға кедергі шыға береді дейді. Арман деген не ол? Арман деген бриллиант. Бриллиант болу үшін оны қашайды. Огранка жасайды орыстар. Орысша айтайын. Тас болады, мынандай бір түр оншада болмайды, соны бүйтіп огранить етеді. Жан-жағын. Сөйтіп огранить еткен кезде ол жарқырайтын болады. Свет түскеннен ішіне барып, ішінен қайтайын алып шығатын болады. Сен арманыңа жету үшін бірінші простой жұмысты істей беру керексің. Сөйтіп барып көтерілесің. Армандаған жұмысқа ғана шығам десең, шыға алмайсың. Жетпейсің арманға. Арманның бірінші қадамы әрекет. Түсінесің бе? Барыңды жасай беру. Отыра бермеу. Жетем арман деп жетпейсің арманға. Арманың мүмкін осы жұмысыңда шығар. Білмейсің. Күйеуім ішеді, маған балаға тиісіп, үйдің берекесін кетіреді, шаршатып жіберді. Полиция шақырасын. Аямаңыз, полиция шақыр. Ұрып өлтірген күтіп жүрсің ба, несін шығар? Бұл сөйтіп қойдырасың. Әкемнің қабыры ойылып, ішіне түсіп кеткен, түсік болып не істеуге болады, или қозғауға болмайды ма? Жоқ, жабу керек. Өйткені түсіп кеткен нәрсе, кейін қарсақ, түлкілер, ұяғыл болуы мүмкін, соны үйіп жауып қоюыңыз керек болады. Міндетті түрде жабу керек. Намаз бастау ниетім бар. Біраздан бері каждый раз дәрет алып, қайтадан боянып жүру қиын туғызады. Не совет айтасыз дейді. Баяғыда бір қыз айтты ғой, мынау маникюр бар ғой, маникюр дәрет өте ме маникюрден депті, өтпейді. Маникюрден дәрет өтпесе, өтпей ме не депті, өтпейді, онда намаз оқымайын депті. Сен примерно сондай болып тұр. Оқа қызым. Сол маникюр бетіңмен, то есть майкап бетіңмен ертең Алланың алдына барасың. Бетің майкап болып тұрады, күшті болып. Сондықтан, о май гад дейсің сол кезде. Сол үшін қазір оқы жаным. Хотя бы түндегісін оқыш. Түнде майкап керек жоқ. Уже бетің онша болмаса да байың үйренген уже. Иә, сол хотя бы түнгі намаздан баста жаным. Күйеуім айлығын бергісі келмейді. Өзі ұстасын десем, жеткізбейді, қарызға кіріп кетеді. Бұның жағдайда не істеуге болады дейді. Түсіндіріп айту керек, үлкендермен сөйлесіп айтып, өзі жаңағы ақшасын жаратып қоятын, оңды солды шашып жіберетін, семьяға жеткізбейтін болса, онда солай болады. Қабірдің шөбін жиі тазалауға бола ма, әлде гүл өсіп шөбіне тиіспеген дұрыс па? Қабірдің шөбін тазалауға болады. Қураған шөпті, көк шөпті тиіспеңіз. Түсімде Құдай тамаққа қой сойып жатыр екен. Аяқ асты ол ет есектің етіне айналып кетіпті. Қатты жылап жүрмін, ұят болды деп. Ол не деген сөз екен? Біреуге істеген жақсылығыңды айта бересің сен. Біреуге істеген жақсылығыңды айта бересің, біреуге істеген еңбегіңді айта беретін адамсың. Осыны тоқтатқан, мына түсің соған. Өзің білесің кімге екенін. Кейде күндіз есіме түсірсем болды, түсімде марқұм әкемді көремін дейді. Қара Қалпақстанға қашан келесіз? Нұрлан имам аға ұршығы сынып жатып қалды, сізге бір дем салдырғым келеді дейді. Ой. Алла разы болсын, Алла шипа берсін. Сол жердегі имамдарға барай бергіңіз. Астанаға қыдырып бармақшымыз дейді. Таксиге мені мініп, любой Астана таксине мен Нұрлан имам мешітіне апар десең, алып келеді.
қиналмай қойыңыздар. Мен іздеп любой таксистке айтасың, Нұрлан имамына мешітіне апар десең, апарат болды. Таң намаз оқып бастап едім, аяғым ауырып қала берген соң қазір оқымай жүрмін. Содан бір жерден бейнамаздан кей намаз жақсы дегенді оқып, өз-өзімді жаман сезініп жүрмін. Жоқ, олай емес. Оқи беріңіз, қалдырмаңыз. Шамаңыз келгенше оқи беріңіз. Мамам мен келіншегім қарсы бір-біріне дейді. Екеуінің де көңілін табасың, екеуіне де жақсылық қыласың, әйеліңе күлімсіреп жақсылық жасайсың, анаңа мейірімділіктің ең төрін көрсетесің. Екеуінің ортасында сен алтын, дәнекер, алтын көпір боласың. 5 уақыт намаз бастадым, бірақ ойым бұзылады. Намаз оқыған кезде не істесем болады? Значит, бәрі жақсы деген сөз. Намазда ой бұзылса, бәрі дұрыс, идеально жүріп жатыр деген сөз. Неге? Түсіндірейін. Шайтан сенің намазға тұрғызғысы келмейді. Сол үшін ойыңды бұза береді. Ал енді намазға тұрғанда ойыңа ештеңе келмесе, онда жағдайың қиын. Америкада құжатсыз туысыммен бірге жүрмін дейді. Үйіндегілер қайт дей береді. Атанам 60-тан асты. Менің уже қайтқым келмейді. Кетсем қайтып кіре алмаймын ғой. Не істеу керек дейді. Арман бауырым, сенің Америка қашып кетпейді. Атаның жалғыз. Ауырып өліп қалса не істейсің? Бұл бір. Екіншіден, сен құжатсыз жүрсің. Айс ұстаса, мен айсты мен сізде білесің ғой, неге қашып жүрген шығасың. Айс ұстаса жағдайын қиын, сен детеншнге қамайды, детеншнде 2 жылдан көп жатасың. Өзің ойлашы. Сондықтан өз еркіңмен Қазақстанның елшілігі арқылы, немесе сол детеншн арқылы детеншнге жоламай сені жолықсаң, соттың шешімімен тағы еще саған білмеймін, қазір ақша бере ме, бермей ме, $3000 дейін сені Эмиратқа дейін, Дубайға дейін алып келеді да, полиция айыстың, содан қалып сені Қазақстанға салып жібереді, прям Қазақстанға салып жібереді. Соның льготасын алып, өз еркіңмен барып, соның ақшасын алып, сол барыңмен қайт жан. Түсінем, Американың өмірі, Америкаға барып жатырмын ғой, мен де жақсы білем. Жақсы тәртіп, бірақ ол заңмен болу керек. Біздің елге де босқындар, қашқындар келсе, біз де солай жасаймыз. Сенің ол жақта жүргенің дұрыс емес, заңға қарсы. Сен солай жүре берсең, ертең басқаларға да кесірі тиеді. Легально жүргендерге кесірі тиеді. Қазақстан деген атқа кесір тиеді, жаным. Түсінесің ба? Сен жақсылық жасап жатырмын өзіңе деп отырсың, бірақ сен басқалардың ақысына кіріп жатсың, түсінесің ба? Мысалы, Қырғызстанның бір азаматы өткен Өзбекстанда ма бар, төбелесті. Төбелесіп еді, Саудияда да сондай болып, бәрін қуып шықты. Қазір виза алу қиындады. Сол сияқты енді Қазақстанның 10 жылға виза алып жатқандар, енді ол араламай жатыр. Кореяда бір бала қылмыс жасап қашып кетті, соның себебімен кете ала алмай қалды бәрі. Сондықтан сен қайтқаның жөн, жаным. Атанан қайт десе қайт. Бір күндік өмірде қасында болсашы сен. Көрдің, жүрдің, не шықты? Ал міне бардың Америкаға. Свободный страна дедің. Не, миллионер болдың ба? Миллиардер болдың ба? Ал, бар, істедің, ал. Неге жеттің? Не документің жоқ? Не алған үйің жоқ? Қазақстанға алып ақша жіберіп, осы жерден үй алып күшті болып кетсең, бәленбай квартира алып, онда айтатын едік, ойбай күшті болды мынау деп. Не болды? Қанша уақытың кетті? Тілің де жоқ. Ағылшынша қашып жүрген тілді оқи алмадың сен қазір. Хаваюдан басқа ештеңе білмей шығарсың. Сондықтан жаным, сенің қайтқаның жөн деп есептеймін. Егер мен тыңдасаң жаным, ағаң ретінде, сен маған осы жерде келексің. Саған сол жақтағы жұмысты осы жерден де тауып береміз. Қайт жаным.